Түннің бір уағы болса да, Ұлжалғас экран алдынан кетер емес. Алдымен жарты сағаттай тамашаны тамашалады да, сонан ылғи бір шетелдің киноларын қызықтады. Әсіресе бірін-бірі тырдай етіп шешіндіріп, көлдей төсекке жата кеткен екеудің әрекетін көрген соң мазасы кетті. Жүрегі атқақтай соғып, екі беті дуылдады. Алғашқыда осындай ұятсыз киноларды неге көрсетеді екен деп ойлаушы еді. Енді тағы да жалғастырса қайтеді екен деген тілегін іштей айтып қалды. Бірақ телевизордың барлық каналын сүзіп шыққанымен ондай көріністі кездестіре алмады. Тізесіне басын қойып, ұйықтап қалған азаматты төсегіне жатқызып, өзі де шамды сөндіріп, қасына жантайды. Бір сәт ұйықтап кеткендей болды да, кенет оянып кетті. Содан таң атқанша кірпігі айқасқан жоқ. Көз алдынан жаңа ғана кинодан көргендері қайтадан тізіліп өтті. Денесі бір сып, бір суынды. Үстіндегі көрпені теуіп тастап, астындағы ақжайманы үстіне жапты. Біраздан соң одан тітіркеніп жаурағандай болды да, қайтадан көрпе жамылды. Енді байқады, көрпенің мақтасы іртік-іртік болып түйдектеліп кеткен екен. Ертең сөгіп алып, біраз түтіп, қайта салмасам болмайды екен деп ойлады. Бұл көрпені Базарбай екеуі үйленгенде шешесі көрші кемпірге қаптыртып, қасына екі көрпеше мен екі жастық қосып, соңынан алып келген еді. Ойлап қараса, оған да 4 жылдай болып қалыпты. Көрпені қайтадан ашып тастады. Қызуы көтеріліп, жүрегі қысылып кеткендей болды. Жаңағы киноны бекер көрдім деп ойлады Ұлжалғас. Кеш болса, жалп етіп сөніп, жарықта сөнбей қалды қасақана. Ақыры болмаған соң жеңіл киініп, ауызғы бөлмеге шықты. Жарықты жағып, кітапханадан әкелген бір-екі кітапты парақтады. Бірақ оқи алған жоқ. Есіне қайтадан Базарбай түсті. Ауылдағы 9 жылдықты бітіріп, қалаға 1 жыл оқыған соң, совхоз орталығындағы мектепке ауысқанда, Базарбай соңғы сыныпта оқитын екен. Онымен көрші ауданға мақта терімге барғанда жақынырақ танысты. Ұзын бойлы, бұйрабас жігіт бір көргеннен айналшықтап соңынан қалмай жүрді де, тез икемдеп алды. Әңгімешіл Базарбай гитараға қосылып әнде айтады екен. Ұлжалғастың мақтасын теріп, қабын арқалап, әй-шәйге келтірмеді. Кеш болса биге сүйреп, одан шығып, мақталыққа қарай қолтыңдап кететінді әдетке айналдырды. Талдардың тасасына апарып құшақтап, сүйіп, есінен тандырды. Сондай бір күні қырманда жиналған мақтаға көміліп, таң атқанша жатты. Енді өмірлік бірге боламыз, деді Базарбай. Енді екеуміз бір адамбыз, бір адамдай болып бірігіп кетеміз. Мына үстіміздегі киімдер бізді бөліп тұрмауы керек. Базарбай жалма-жан киімдерін шешіп, соңынан мұны да шешіндірді. Естісінен айырылғандай болған Ұлжалғастың қарсыласқатын шамасы жоқ еді. Тіпті қарсылық білдіруге ниеттенген де жоқ. Тек екі бұтының арасы пышақ кескендей шым ете қалғанда ғана қатты ауырсынып, төменгерінің қыршып алды. 2 айға созылған мақта терім мерзімі зымырап өте шықты. Ауылға оралғанда оларда 3-4 күн демалыс берілді де сабақ қайта басталды. Көп ұзамай Ұлжалғастың мазасы кете бастады. Басы айналып, жүрегі айныды. Алғашқыда не болғанын қыз түсінген де жоқ.
Тағы да 1-2 айдан соң іші томпайып өсе бастағанда, 2 қабат болғанын біліп, зәресі ұшты. Ешкімге көрсетпей, оңашада 2 көзіне ерік берді. Көзінен сорғалаған жас кеудесіне құйылды. Ондай сәтте Базарбай есіне түседі. Ол алғашқы кезде біраз келіп жүрді де, бұл ауруын себеп қылып кездесуге шықпай қойған соң жоламай кеткен. Ұлжалғастың нағашы әпкесінің үйінде тұрушы еді. Әпкесіне жылап отырып шынын айтқаны. Ауылдан әке шешесі келді, айқай-шу шықты. Ақыры үлкендер араласып, Базарбаймен қосылды. Әбүйір болғанда ата-енесі жақсы адамдар екен. Совхоз директорына айтып жүріп, Базарбай екеуіне 2 бөлмелі осы үйді алып берді. Жазға қарай өмірге Азамат есімді ұлдары келді. Базарбай мектепті бітіріп, совхозға жұмысқа кірді. Ойы осы араға келгенде, Ұлжалғас бөлменің сол жақ бұрышына орналасқан трюмоның алдына барды. Жөнді ұйықтамағандықтан болар, 2 көзінің айналасы іскен сияқты. Тарқатылған шашы қолбырап кеткен. Айнаға жиі қарап, өзінің көркіне ерекше мән беретін Ұлжалғас, жалма-жан тарақты алып, шашын тарап, көзін сүргілеп, бетіне опа жағып, ернін бояп, өзін тәртіпке келтірді. Жоқ, қорқатындай емес, ақша беті албырап, 2 көзі жәудіреп, жұтынып ақтыр. 20-дан асып, 21-ге табан тіреген келіншек нағыз зар күйінде. Әттең, қасында Базарбай жоқ. Мектепті бітірген жылы күзде Базарбайды әскерге алып кетті. Военкоматқа жас баласы бар деген анықтама апарып еді. Оған қараған жоқ. Бала 1 жасқа толғанша отсрочка алуға болады екен. Бірақ Базарбай міндетімді тез өтеп қайтайын деп кете барды. Осыдан 1 жыл өткен соң Базарбай командирінен алғыс алып, 20 күндей демалысқа келіп кетті. Ұлжалғас күйеуін тосырқап қалған екен. Кейбіреулердей алдынан жүгіріп шығып, мойнына да асылған жоқ. Қайта Базарбай мұны құшақтай алып, ернінен сүйіп, сағынып жеткенін білдірді. Есесіне барлық қызық түнде оңаша қалғанда басталды. Базарбай 1 жылдың ішінде 2 иығы 4 бақтанып, аяқ қолының бұлшық еттері ойнап, әулетті жігітке айналыпты. Үркектеп қалған келіншегін қойнына алып, құмардан шықты. Ұлжалғас өзінің әйел екенін енді сезінді. Еркектің салмағына езіліп, бойына тараған әлдебір ыстық нәрсенің әсерінен 62 тамыр балқып, ләззат алды. Базарбайды әскерден келгенде тосырқап қарсы алған Ұлжалғас, енді қайтып кетерінде сыңсылап жылап, мойнынан тас қылып құшақтап, қимай қоштасты. Бұған дейінгі 1 жыл елеусіз өте шыққан екен. Енді әрбір түннің, күннің өтеуі мұң болды. Кеш болды дегенше өзін қоярға жер таппайды. Амалсыздан Базарбайдың суретін қолына алып, мезгіл-мезгіл шөлпілдетіп сүйіп, хат жазатын болды. Бұл да бір дәурен екен. Сағыныштың отына күйдіріп, тағы 1 жыл әніміне өтер шығар деп жүргенде, Базарбайдың әскери дайындық кезінде опат болғаны туралы қаралы хабар жетті. Ұлжалғас күйіп жанып, бір өліп, бір тірілді. Темір табытпен әкелген Базарбайдың денесін сол күйінде ауылдың сыртындағы зиратқа жерледі. Тіпті табытты ашып көрсетпеді де. Естуінше танкінің ішінде жанып кеткен көрінеді. Содан бері 3 жыл өтті.
Уақыт емші дегені рас екен. Алғашқыда көзінің жасы құрғамай, қайғуын ішкен уын бұл ағайын құрбы құрдастың көмегімен қайтадан басын көтеріп, тағдырдың жазғанына көндіге бастады. Облыс орталығындағы колледжге сырттай оқуға түсіп, қайнатасының көмегімен жұмысқа орналасты. Ұлжалғас таңертеңгі шайын ішіп, Азаматты енесіне тастап, жұмысқа келді. Кітапхана алдында Өміржан күтіп тұр екен. Сәлем бердік, деп амандасты. Сен өзі күннен күнге әдем болып бара жатсың ба?